Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге сүзбелі пирог дайындайтын боламыз. Қамырын жасау үшін сары май, қант, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш қажет болады. Ең алдымен ыдысымызға жұмсақ сары майымызды саламыз. Қантымызды қосып, жақсылап шанышқымен араластырып шығамыз. Содан кейін жұмыртқамызды салып, жақсылап тағы да біркелкі болғанша араластырамыз. Ұнымызға қопсытқышты салып араластырамыз. Ұнымызды аз-аздан салып қамыр илейміз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді темір қалыпты алып, әдемілеп қамырымызды жайып шығамыз. Темір қалыптың көлемі менде 24 см. Қамырымызды әдемілеп жайып шықтық. Енді тоңазытқышқа 30 минутқа қоямыз. Салмасын дайындау үшін бізге сүзбе, лимон қышқылы, крахмал, қант, жұмыртқа және шие қажет болады. Сүзбемізге қантты, жұмыртқаны, крахмалды, лимон қышқылын қосып, жақсылап блендермен езетін боламыз. Блендеріңіз болмаса, елегіштен де өткізуге болады. Тоңазытқыштан формамызды шығардық. Енді үстіне су салмасын құятын боламыз. Пирогымыз дайын болды. Енді шиемен әсемдеп шығатын боламыз. Шиенің орнына басқа да жеміс-жидектерді қолдануға болады. Енді пирогымызды 180 градуста 40-50 минут пісіріп алатын боламыз. Дайын болған пирогымызды темір торда 10-15 минут суытамыз. Сүзбелі пирогымыз өте нәзік болып шықты. Видео ұнаса лайк басып, тіркеліп қойыңыздар.